Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге мен Аям, және де бүгінгі видео ол стади влог сияқты болмақ. Яғни мен барлық универдің тапсырмаларын, сонымен қатар Қытай тілін қалай оқитын жайлы толыққанды homework жасап жатқан үй тапсырмасын толық жасап жатқан жайлы видео болмақ. Сондықтан да жайғасып отырыңыздар. Қазір менде кешкі сағат 9:30 болып кетті. Мен бүгін воскресенье болғандықтан күнімді тек қана демалумен өткіздім. Ұйқымды қандырдым, драма көрдім. Прям оқымысты емеспін, прям оқымыстымын деп айта алмаймын, бірақ барынша соңғы кездері көбірек сабақ оқуға, көбірек сабаққа көңіл бөлуге тырысып жүрмін. Ал ендеше бастайық. Мына жерге ноутбугым, бұл жерде менің точнее бұл жерден таймер қосқым келіп тұр. Ал бұл жерде мынау даданың согы, анармен мынау трубочка негізінде неден қалқыған, Бургер Кингтен алынып қалған. Байқалыстан наяқтағы бықсыққа қарамай қойыңдар, оны потом реттеймін, қазір уақыт жоқ. Наяқты сәл-сәл реттеп қойдым бағана. И вот наяқты қарасыңдар, бүгін менің заказым келді. Теперь менің иісімнен осындай мистердің иісін білетін боласыздар менің иісімді. Бүгін ғана алдым. Вот бұрышқа қойып қойдым, короче. Негізгі сабақ пәнінің бәрін осы ноутбуктан істейтін болам. Ал бұл компьютерден мен 2 сағатқа кәдімгідей таймер қойып қойғым келіп тұр. Чтоб бірге оқитындай. Розовый эстетика болып па. Осылайша әдемі болып сабақ оқышын. Енді бірінші біз планнан бастайық. Менің осындай жаңа блокнотым бар. Яғни бұл жерге тек қана таза пландарымды жазамын деген секілді. Қазір соларды жазсайық. Кеттік, енді тез планды жазып бастайық. Вот, мен планды жазуын идеально жазамын да, бірақ кешке келгенде оны, короче, қайттан белгілеуді ұмытып кете беремін. Мына жерде келесі күні бірақ белгілегем, көріп тұрғандарындай. Енді бұл жолы точно белгілейтін болам. Мына жерден бастап. Так, тез жазып тастайын. Міне көріп тұрғандарындай менің планым осындай. И қазір бірден бастап кетеміз. Өйткені кәдімгідей таймер онда жүріп жатыр. Сондықтан да үлгеру керек 2 сағаттың ішінде. По идее, возможно. Кеттік. Ең бірінші методика, яғни сөз жазып тастау, сөз тапсырмасы, яғни студент өзіндік жұмыс. Сондай береді бізге, соны орындап тастайын бірінші. Ол оңай негізінде. Терге жазып кәдімгідей орындау керек. Болдым, наконец-то методиканы аяқтадым. Қазір менде уже 57 минут қалды. Сонда мен примерно 1 сағат орындадым осыны. Осылайша кәдімгідей бірнеше рет болды. Міне көріп тұрғандарындай өздерінде видеодан қойып қайғапсам. Одан бастап 4 рет болды. Теперь осыны суретке түсіріп, PDF файл жасап, и оны бірден Microsoft Teams'ке жүктеп қоямын. Сонымен методикаға қазір галочка қоя берсем болады. Бірге қойып тастайық. Ура, өзім бір керемет жеңіл сезініп жатырмын. 1 сағат болса да сразу бітіп жатыр. Так. Все. Енді келесі китайский иероглифтерді қайталау керек, себебі уже оның сабағы ертең кешкі 7-де басталады. Если что, нам бәрін үлгермесем, ертеңгі күнде жалғастыратын болам. Өйткені қазір сағат уже 10:30. Примерно 11-ге дейін сабақ оқысам, сосын қалған бәрін ертең ететін боламын. Так что, ертең таңертең жалғастырамыз. Қазір китайскийімізді қайталайық. Бастайық. Китайский жаттап жүргендер иероглифті осы арнайы детский тақта бар ғой.
осымен жаттауларыңа кеңес беремін, себебі бұл бірден өшіріледі. И мысалға сендер жазасыңдар, мысалға жаздыңдар міне, и оны өшіре салып қайтадан жазасыңдар. Сонда нелерің кетпейді, қағаздарың кетпейді. Осыған қазір жаттығатын боламын қайталап. Негізінде бұның барлығын кеше сәл жаттадым, но енді мен по-любому қалам, өйткені жиі қайталау керек. Сондықтан оған тағы да қайталап жіберемін. Сосын китайскийдан бізге иероглифтарды емес, иероглифтарды жаттап, біз жаңа сөздерге диктант жазамыз ғой. И одан кейін біз әр сабақ сайын бір мәтіндер өтеміз. Яғни сол мәтінді бізге диалог қылып жаттап айту қажет. Сондықтан да соны уже бүгін шала жаттап бастаймын. Өзімнің екінші адам болып айтамын деп уже бөліп алдық қыздармен, 3 қыз болып. И вот екінші адамның сөзін мен уже өзімдікін бүгін жаттап бастаймын. Ол жерде көп сөз емес, бір 5 рет па или 6 рет па айтатын сөз қалды. Сөз деп қоңыр сөйлем кәдімгідей. Соны нетемін болды сонымен. Бүгін не бітеді ау, ертең жалғастырамыз. Міне осы сөздердің барлығын жаттап диктантқа дайындалу керек бізге. Мына барлығын жаттау керек. Жаттап бүгін бәрін жаттаймын қайттан. Осыған кәдімгідей жазып, мысалға. Так, мысалға Лу көше. Міне, бастайық. Достарым, мен уже шаршап кеттім. Қазір сағат 12 болды. Мен қалған немді ертең оқимын деп шештім. Себебі уже энергия мүлдем жоқ. Мен қазір йогурт, жаңа айран ішіп алдым. Енді қазір йогурт жегім келіп тұр, себебі менің уже қарным ашып бастады. Өйткені мен кешкі асымды сағат 5-те ішкем, а қазір түнгі 12. Вот, сосын мен ойладым да, тамақ пісіріп жейін ба деп соны ойладым. Егер мен тамақ пісіріп жейтін болсам, түнде ұйықтай алмай қалатын әдетім бар да. Сондықтан да жеңіл нәрсе бірдеңе жеп аламын деп шештім. Сол қызосын жеп алып, қолым жасап, ұйықтап, ертеңгі күні кездескенше достар, ертең кездесеміз. Good morning everyone деп айтайын десем, бізде уже сағат 11 болды. Мен нешеде 9-да ояндым. И вот, өзімді ретке келтіріп жатырмын. Солай. Қазір бірден таңғы асымды ішіп болғаннан кейін бірден китайскийді оқуға кірісемін. Өйткені уже бүгін китайский. Үстіме осындай қалың киіп алдым. Себебі мен қазір терезені ашып қойдым. Енді қазір бірден отырып жатырмын, уже сағат 12 болды. Мен сабақ кешкі 7-де, онда мен кешкі 6-да, жоқ, 4 сағат оқиын деп жатырмын примерно. 4 сағаттан кейін бірден шығып кетемін, чтобы ертерек бара беру үшін. И сол жерде де біраз оқи тұрамын деген ойдамын. Обстановка осындай. Мына жерге духиларын тізіп қойдым. И мне мына жерде осыны таңдағым келіп тұр. Яғни мен 4 сағат оқиын деп жоспарлағандықтан осы 4 сағат таңдайын деп тұрмын. Мына жаққа музыка қосып қоямыз, қазір лофи қазақ деп.
көрдіңдер ма достар, мен жаттағанда да осындай примерный ChatGPT-дан сұраймын. Мысалға мынау қандай сөз? Джунбэй деген сөз міне. Джунбэй. И вот Джунбэй деген мынау 2 точка, оны үшіншісі қате кеткен негізі. 2 точкасы ол мұз, мынау құс міне көрдіңдер ма? Құстың басы, көзі, мынау құстың денесі міне. Значит, құс мұздан етіп ол ұшпа жатқан, значит, ол дайындалу деген мағына міне. Мына жерінде примерно мысал жазады өзі. Мысалға, лед символ чего-то точного, четкого, холодного. Состав мынау дейді, и плюс птица с коротким хвостом. Лед это точность, холодная четкость, птица внимательность и движение. Сонда делать точно, правильно, аккуратно. Яғни осылай логикалық түрде жатты. Міне осылайша 2 мұзын жазып алдық мысалға. 2 мұзы, мынау құстың денесі міне. Мынаяқта мынау көзі, мысалға. Жаздық мынау точность деген сияқты да. И потом келесі ол Джунбэй. Бэй деген, яғни мынау поле, на жер идти действовать деген. Человек идет и готовится все для поля. Человек деген мынау, как будто 2 аяғы бар адам, и мынаяқта поля. Поляның үстінде жүріп баратыр. Значит, бұл дайын болу, дайындалу деген сөз. Мысалға, 我准备好了, я готова, 我在准备考试, я готовлюсь к экзамену. Осылай дайындалу, дайындық ету деген. Солай визуально жаттау қажет. Жаңа мен примерно демалыста уақыт бердім да өзіме примерно 20 минуттай, 15-20 минуттай. 10 минутта мен видео түсіріп үлгердім, және 10 минутта мен монтаждап салдым, уже дайын. Яғни визуализация тақырыбында уже сендер алдыңғы видеода көріп қойыңдар, оны мен бүгін түсірдім дегенсіз. И вот, жаңа ғана магний іштім. Мен магнийдің несінде қатты ұнатпаймын, өйткені көрсеңдер мына жерде домалаға өте үлкен су, мен жаңа өзімді қинап әрең іштім. Тісіп іштім енді, конечно. Солай, қазір бізде уже 3,5 болды. Мен әдеттегідей су балансын жасау үшін уже менің екінші бутылкам. Екінші бутылка ол 777 миллилитрмен. Значит, уже почти 1,5 литр болды менде уже. Все, мен өзімді керемет сезім тұрмын. Енді қазір ары қарай жаттау қажет. Яғни біз 3 қыз болып бөлеміз деп едік қой. Бір қыз келмеймін деді да, жаңа жар жер. Онда мен тағы да ұзағырақ жаттаймын. Соған дайындаламын.